Бәріне сәлем достар. Бүгін біз сіздермен шаурма киос аномалис деген ойынды ойнайтын боламыз. Яғни бұл жерде шаурма сатасың, және де ол шаурма сатып жатқан кезде саған андай біртүрлі адамдар келеді. Сол біртүрлі адамдарға шаурма сатпау керексің. Ал нормальный кәдімгі клиенттерге сату керексің. Так. Кірек, бірінші светті жағамыз, есікті жабамыз. Одан кейін достар, мына жерде осындай қара нәрсе дәуе береді, одан кейін сені жейтін болады. Яғни саған шабуыл жасайтын болады. Так, енді клиент күтеміз. Так, бұл жерде енді правиланы оқимыз. Так, если захочет улыбающий клиент, подай ему банку газировки, влажный, шевеляющий сверток, который он тебе отдаст, должен оставить это движение. Короче, осындай правиларды өздеріңіз түсініп аларсыздар. Біз ондай правилаларға улыбайся, обслуживай, и все будет замечательно. Они в пути. Так, самый важный ережелер: закройте окно, если вы не хотите обслуживать клиента. Және де обслуживать обычных клиентов, закрывать окно перед ними ошибка. Не обслуживать необычных клиентов, а обслуживать их ошибка. Каждая ошибка вызывать инспектора, если их будет слишком много. Он исправит вас. Исправить яғни сен өлтіреді деген сөз. Инспектор сөйген сол, шошқа кеттім ғой. Давайте. Одну шаурму с обеда ничего не ел. Бір шаурма берші. Түстен бері ештеңке жемедім дейді. Ешқандай артық әңгіме айтпады. Ештеңке істемеді. Бізге қатты артық сөз айтпады. Және де андай түрі жаман болмады. Сондықтан оны обслуживать етуге болады. Так, кеттік. Енді келесі кезекте салат. Достар, келесі кезекте салат. Енді положите дейді. Так, давайте мясо. Мынау естеріңізде ме достар, андай гриль сатады ғой. Гриль. Сол кезде андай осындаймен алады, либо мясо осындай кесіп тұрады. Сол кесудің өзі ұзақ, сондықтан ойынның өзінде ұзақ қой, понимаете? Так, осындай мясомен осындай екеуін араластырамыз. Сосын дұрыстап ораймыз. Мен өмірде орап білмесем де, бірақ ойында күшті ораймын. Так, держите. Наконец-то пахнет потрясающе. Достар, неге көрдіңіздер ма? Инспектор Давиді. Неге? Значит, мен дұрыс клиентке тамақ бермедім ғой, значит. Так, камерадан қарау керек еді. Две шаурмы и газировку. Так, нормально, только не на гриле, пожалуйста. Конечно, это. Ну ладно, курик. Начните с лаваша. Так, лаваш саламыз. Достар, короче, кім үйден донер жасап көрген? Маған комментарийге жазып кетіңіздер. Және де өздеріңізде әдемі шықты ма, күшті шықты ма, және де ораған кезде қандай болды. Мен ойында ғана осы шаурманы жасап білемін. А так бұлай жасап мүлдем білмеймін. Так, покрутить етеміз. Вот. Все. Достар, екі шаурма деді ғой, бәсе. Короче, сондай маған өте қатты, прям өте қатты шаурма ұнайды, бірақ мясомен ұнамайды. Маған тауықпен ұнайды. Тауықпен күшті ма, или етпен күшті ма, бәрін жазып кетіңіздер. Маған келіп алыңыз, жасап, және де маған тірік келіп, лайк басып кетіңіздер. Так, ой, покрутим, закрутите шаурму. Так. Газировка, бәсе неге бермейді десем, газировка. Так, пепси, да. Вы все любите пепси, да. Так, отдайте. Вот ваша шаурма. Спасибо, мой друг ждет на улице. Все. Нормально. Клиент болды, дәуемеді. Енді ойынның ережесін түсінді деп ойлаймын сіздер. Так, және де осы ойынның несін атығандай еді, атын мен атығандай деп ғой, мен сіздерге жазып кететін боламын. Так, мына жерлерді тестіріп алайын, сыпырып алайын деп қойып кетсеңе.
Қараңыздар, мына есіктен шықса болады. Білесіздер ма? Достар, мына есіктен шықса болады екен. Давайте, егер де странный клиент келгенде, мен сіздерге соның жанына баратын боламын. Если что, келесі частьте. Чего шаурмы? Что судишь меня или что-то? Четырнадцатый странный клиент. Так, жаптық. Так, міне, вы серьезно? Достар, көрдіңіздер ме? Дәуиді. Так, значит, мен өтірік істедім. Значит, мен дұрыс нормальный клиентті алдынан жауып жібердім. Нормальный клиент болған ол. Так, келесі клиент. Привет, одну шаурму, пожалуйста. Это будет түзелу. Отлично, слушай, будет просто восхищательно. Так, нормально сөйлеп тұр. Маған артық сөз айтпады. Маған дым демеді. Және де все вроде, да? Так. Салат. Және де достар, осы ойынның екінші частьін қаласаңыздар, маған комментарийге жазып кетіңіздер. Ой, екінші частьін қаласаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер, мен екінші часть түсіретін боламын. Ей, достар, менде мясо бітіп қалды ғой, білесіздер ма? Мясо қайдан табамын енді мен? Вот ваш заказ. Вкусно, как всегда. Аха. Достар! Тағы да Дәуиді. Қолы шығып кетті, көрдіңіздер ма? Йо-майо, мен бір нәрсені қате істедім, достар. Мен что-то бір нәрсені қате істедім. Так, ладно. Bir шаурма. Boyu uzun. Tamam. Ben buna durduracak, boyu uzun da durdururuz. Это имеется шанс деген. Я как раз собирался подойти, так. Это имеется я. Значит, мен дұрыс істеген. Значит, мен дұрыс істедім, да, я. Уф, құдайға шүкір. Окнаны жапқан дұрыс болды, достар. Так, енді ашамыз, келесі клиентті күтеміз. Қараңыздар. Мына жақта, короче, осындай камера. Зомби сияқты бір адам келіп тұр ғой мына. Одну шаурму. И неделя, и слишком жирный. Мой врач так меня достал. Конечно, это будет. Достар, мынау андай шал бір түрлі болып тұр ше. Так. Проделал весь этот путь, и все зря. Они закрыли окно прямо перед моим лицом. За всем уважение к старшим не осталось. Йо-майо, мен достар өтірік дұрыс істемедім. Қараңыз, мына қолы шығып дәуіп келе жатыр ғой. Достар, келесі частьті күтсеңіз, келесі частьті қаласаңыздар, маған комментарийге келесі часть деп жазып кетіңіздер. Мен келесі частьін түсіретін боламын.